Пайғамбарымыздан адамдар келіп сұраған кезде, ең абзал амал қайсысы деген кезде, Аллаға және елшісіне деген иманды амал деп атады. Хаббаб ибн Арт деген сахаба, ойлаңыз. Арқасы мынандай болып кеткен, Омар көріп жылайтын арқасын. Шоқты өшіріп, арқасындағы сөйлі ағып, қара иман деген қандай амал ол. Осындай иманның, осындай амалынан өтпеген халық, бұның қадірін білмегендіктен бір-бірін құрметтемейтін мұсылмандар болады. Бір-бірін тексеретін, бір-бірін аңдайтын, бір-бірін өсектейтін, бір-бірімен дұрыс құшақтаса алмай тұрған. Неге? Өйткені иманның бұндай еңбегін көрмегенсіз деген нәрсе. Көрмегеннен кейін мойындау керек қой. Мойындау керек қой олардың алдында. Өзгінше құтырып, мынаған бір нәрсе айтайын деп тұрған кезіңде, мына жерде жаңағы Билал дүниеден озып кетсе де, ойың аласса, шынайда Билал тұр деп та. Сен соны ойламағаннан кейін, сол мектептен өтпегеннен кейін, қасыңдағы әрбір намазға келіп жүрген мұсылманның қадірін білмейсің. Сен кімсің? Сол жақты да ойлау керек. Ондай мектептен өткен жоқсың ба? Тыныш жүр. Тиіспе ешкімге. Құтылма. Әйтпесе Алла Тағаланың бағанағы өзіңе әділетсіздік жасадың деген бір заңға орнап қалады басыңа, болды. Құрметпен қара әрқайсына.